Сәлем, қыздар. Бүгін мен сіздерге осы екі шаблонды қолданып бомбонерка жасайтын боламыз. Яғни бұл бомбонерка ер балаға арналады. Өйткені көк түстері көптеп екен. Ол үшін қыздар PicsArt бөліміне кіреміз. PicsArtқа кірген уақытта төменгі жақтағы плюсикті басамыз. Басқаннан кейін мына бір тұрған все фото дегенді басамыз. Недавнее дегенге кіріп, жаңаға жасайтын бомбонеркамның мына бір жердегі осы суретті мен таңдап PicsArtқа апарамын. Мінекей PicsArtқа бардым. Енді төменгі жағын жылжытып, добавить фото деп жаңағы шаблонды сонда добавить етемін. И добавить деп қайта басамыз. Мінекей біз шаблонды қостық. Енді мына бір тұрған стрелканың көмегімен оны үлкейтеміз. Қаншалықты үлкейет, соншалықты үлкейтеміз. Мінекей. Енді шаблонымызды қойдық. Енді бізге мұнда стикер қою керек. Ол үшін стикерге барамыз. Поиск деген жерге жазамыз. Бізге жаңағындай мальчиктің суреті керек. Мальчик деп жазамыз. Міне қыздар, мен жағы стикер бөлімінен осы бір мальчикті тауып алдым. Енді осыны бомбонеркаға қондыратын боламыз. Ол үшін бізге мына бір тұрған мальчикті поворот жасауымыз керек. Енді осыны мынау парақтың көлемімен ыңғайлы етіп қоямыз. Және де осында орнатамыз. Мінекей. Тым үлкен қылып жасаудан қажеті жоқ. Себебі біз мына бір тұрған бомбонерканы дракуламен тесетін боламыз. Сол кезде онша емес болып көрініп қалуы мүмкін. Енді осыны біз көбейтеміз. Ол үшін жоғарыда тұрған төрт бұрыштыны басып, копия дегенді басамыз. Қайтадан бізге көбейтіп береді. Поворот жасап, мұнда орнатамыз. Мінекей балалар, қыздар. Осылай өздеріңіз әдемілеп қойып шығасыздар. Мінекей қыздар. Енді осы бомбонеркаға 40-нан шығару деген тексті жазамын. Текст бөліміне барамыз. Және де осында 40-нан шығару деп жазамын. Мінекей. Қыздар, осы бір түрін таңдадым. Енді осыны кішірейтемін. Кішірейтіп, осында орналастырдым. Енді мына интервал дегенді басып, сөздердің ара қашықтығын ашқым кеп тұр. Мінекей, осылай. Енді қыздар, бізге түсін өзгерту қажет. Түсінен басамыз. Цвет дегенде барамыз. Менде өзімізге ұнаған кез келген бір түсті таңдап аламыз. Осы шаблонға сәйкес келетіндей, немесе текстура бөліміне барып, галереяны басып, Pinterest'ten скачать етілген глиттер бар, соларды қоюға болады. Ол үшін Pinterest'ten скачать етілген суреттер пини деп тұрады, сол жерге барамыз. Және де осы жерден осындай глиттерді таңдап аламыз. Енді менде ер бала болғандықтан осы бір жылтырын түрін таңдадым. Мінекей бізге жасап берді. Енді глиттер қолданған уақытта міндетті түрде обводка қолдану керек. Осылай өздеріңізге ұнаған кез келген түрін таңдап аласыздар, чтоб сіздердің әріптеріңіз сөз анық-қанық көріну үшін. Мінекей қыздар, осылай жасадым.
Енді осыны көбейтеміз. Ол үшін үстінен басамын. Және де копия дегенді басып, көбейтіп аламын. Стрелканың көмегі арқылы поворот жасап орналастырамын. Мінекей. Мені қыздар осылай орналастырдым. Енді маған мында мына жерде пустой емеске қалып қалды. Осы жерге бір нәрсе қойғым келіп тұр. Соны жасаймын. Ол үшін қайта стикерға барамын. Сөйтіп өзіме керекті бір нәрсені қолданамын. Міне қыздар, мен стикер бөліміне бутылка деп жаздым. Осы бутылканы маған қолданған әдемі көрінетін сияқты. Енді мен бұны кішірейтемін. Мына бір тұрған екі стрелка тұр ғой, бірін-біріне қарама қарсы. Осыны басып кішірейтіп, мұнда жоғары жағына қоямын. Мінекей қыздар, осылай қоямыз. Енді өздеріңіз білесіздер, қайсын қалай қолданасыздар. Мен мынаны осылай кішірейтіп, мұнда қойсаңыздар да болады. Енді ол барлығы сіздердің фантазияларыңызға байланысты. Стикерға барам. Мына бутылканы басамын. Кішірейтемін. Және де үстіп қоямын. Енді осыны копия деймін. Айналдырып әкелемін дағына. Мінекей қыздар, жаңағы мен бутылкаларды осылай орналастырдым. Баланы осылай орналастырдым. Енді мен мұнда жылтыр қосамын. Ол үшін блик дегенге барып, осылай қосамын. Әр түрлі бликтерді қосасыздар дағына. Солай жылжытып жасап аласыздар. Бұл енді бізге жаңағындай кішкене жылтыр болып әдемілік береді. Әр түрлі түрлерін таңдай берсеңіздер болады, өз еріктеріңізде. Жаңаққа қарағанда кішкене жылтыр түс әдемі фон береді. Өздеріңізге ұнаған жерге орналастырып, осылай жасап аласыздар. Түрлері өте көп. Мен осылай жасадым. Енді жоғарыда тұрған стрелканы басып, галереяға сохранить етіп аламын. Каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыз.